Сіздерме әріптестер, бүгін сіздерге онлайн мектепте сабақ кестені қалай құру керек екенін көрсететін боламын. Сіздер онлайн мектепке кіресіздер және мектеп әкімшілігінің атынан кіресіздер. Өздеріңіздің аттарыңыздан кірсеңіздер сабақ кесте жариялай алмайсыздар. Сондықтан мектеп әкімшілігінің атынан кіріп сабақ кестесін жариялайтын боламыз. Мысалға бізде қазір 3-ші тоқсан бітіп 4-ші тоқсан басталып жатыр. Сіздер осы мына жерде 3-ші тоқсан дегенді таңдап, өткен тоқсанды таңдап, егер сабақ кестелеріңіз ауыспаған болса, 3-ші тоқсанды таңдай отырып, мына жерде мектепті басқару деген жерді басып, оның ішінде кестені таңдаймыз. Және осындай сыныптар тізімі шығады. Өз сыныбыңыздың төменінде көздің суреті бар, сол көздің үстін басасыздар. Міне менде 3-ші тоқсандағы сабақтар тізімі шықты, кестелер. Осыны 4-ші тоқсанға көшіріп қоямыз. Уақыт үнемдейміз осылай. Егер өзгерістер болса, мынау тұрған қаламның суреті тұр ғой, пәннің астында қаламның суреті, сол қаламмен өзгерсеңіздер болады пәннің атауларын және мұғалімін. Ал енді менде өзгеріс жоқ. Сондықтан мына жоғарыда тұрған кестені көшіру дегенді басып, мына жерде 90 таңдаймын. Мен 4-ші тоқсанға сабақ кесте енгізуім керек. 4-ші тоқсан таңдадым және аптаны таңда дейді. Егер сізде өзгерістер болады деп ойласаңыз, бір аптаны таңдасаңыз болады, немесе мына төменде тұрған барлық аптаға көшіру деген бар. Барлық аптаға көшіруді таңдаймын және растаймын. Міне, енді 4-ші тоқсанға кіріп көремін. Сыныбымды таңдап, оның астында көзді басамын және міне, менде осылай пәндерім толығымен түсті. 27 март, дүйсенбі, сейсенбі барлығы орнымен түсті. Осылай сабақ кестелеріңізді көшірсеңіздер болады. Егер өзгерістер болса, мынау тұрған қаламды басу арқылы, пәннің астында қаламды басу арқылы пәндеріңізді өзгертіп, мұғалімін өзгертіп қойсаңыздар болады.